Жаңалық деген сол өлең жазып жүрміз ғой мысалы. Ұрланғаннан кейін сіз өзіңіз ән жазып көріп пе едіңіз? Мен 2013 жылдан бері әнге сөз жазып келе жатырмын. Оның арасында жаңа ұрланғаны бар. 2-1 есебімен жеңіпсіздер. Арасында сіз ғана жеңіліпсіз. Өзі Есенқұл Жақбековтің бір сөзі бар ғой, менің атым жеңілумен шыққан деп айтылды. Әйгілі хитмен екеніңізді білеміз. Әділет Жауғашардың орындауында уайымдама деген ән шықты. Тағы да шыға береді ғой жайлап деді. Осы уақытқа дейін қанша әнге сөз жаздыңыз? Шамамен 150 әнге сөз жаздым. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Асылтас ТV YouTube арнасында кезекті сұхбат. Бүгін бізде қонақта айтыскер, ақын, жазба ақын Ершат Қайболдин. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Ал енді Ершат аға, бірден сұрақтан бастап кетейік. Қазіргі таңда енді өзіңіздің өлең жазатыныңызды, жазба поэзияға бет алғаныңызды өте жақсы білеміз. Оқып та, көріп те жүрміз. Жалпы поэзиядан, шығармашылықтан қандай жаңалықтарыңыз бар? Енді жаңалық деген сол өлең жазып жүрміз ғой мысалы. Күнделікті оның бәрін өлең деуге келсе, ертең бұйырса Алматының 20 жерінде 20 ақынның кеші, одан кейін мүшәйра, жаңалықтар сол, аса қатты жаңалық жоқ. Енді өзіңіздің жақсы хит жазатыныңызды, әйгілі хитмен екеніңізді білеміз. Ал ән жазу жағынан қандай жаңалықтар болып отыр? Қандай әндер шығады Құдай қаласа бұйыртса? Әндер шығып жатыр. Кешегі де Ғаділхан Шекербековтің орындауында "Мен сені сағындым" деген ән шықты бір. Әділет Жауғашардың орындауында "Уайымдама" деген ән шықты. Тағы да шыға береді ғой жайлап. Жалпы өзіңіз ақын ретінде белгілі бір композитормен, белгілі бір әншімен жұмыс жасайсыз ба, әлде таңдау жоқ па, кез келгенмен жұмыс жасай бересіз ба? Мен жаңа айттым ғой, Ғаділхан Шекербеков деп. Мен бауырым, мен оның әнін, оның жанын түсінем, Ғаділханның. Ғаділхан да менің өлеңімнің әнін, жанын түсінеді. Бір-біріміздің сәйкес неміз, ойымыз. Басқа да композиторлармен, әншілермен жұмыс жасап жүрмін ғой. Бірақ өзімнің жаныма жақыны сол Ғаділхан Шекербеков. Ал айтыстардан шақырту келіп жатыр ма? Айтыстардан, иә, осы күні кеше өзіміздің Темір ауданында, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында, күні кеше Қызылорда облысы, Арал ауданында айтыс болды. Осы Алматыда биылдыққа жақсы айтылып жүрміз ғой, енді биылдан бастап. Арада үзілістер болып қалды. Үзіліс болып, не себеп үзіліс болып қалды? Шамалы демалайын дедім өзімде. Сосын жаңа жазба, поэзия, өлең қорымды толтырып алайын дедім. Содан кейін қайтып келдім. Енді жақында Асыл домбыра хабар арнасынан шығып жүрген Асыл домбыра ақындар айтысына қатыстыңыздар. Ақтөбе облысы, Абай облысына шығып, Абай облысымен айтыстыңыздар. Сол өзіңіз бір сол хабар айтысындағы атмосфераны, хабар айтысындағы командалық айтысты бір өзіңіз айтып берсеңіз өз аузыңыздан қалай болды? Енді мен көрдім, 2-1 есебімен жеңіпсіздер. Арасында сіз ғана жеңіліпсіз. Өзі Есенқұл Жақбековтің бір сөзі бар ғой, менің атым жеңілумен шыққан деп айтылды. Мен де солай айтылды, жеңіліп әйтеуір солай келе жатырмыз ғой. Бірақ енді абыройлы айтыс болды ең бастысы. Айбек өзім бауырым, Абайдан керемет ақын. Жеңіске лайық болды ғой ол ақын бауырым Айбек. Енді өнерде оның ішінде айтылды, жеңіс бар, ешқандай өкініш жоқ. Ең басты керемет айтыл, елдің көңілінен шықты. Елдің көңілінен шықсақ, елдің алғысын, батасын алсақ, бізге одан артық ештеңе керек емес қой. Осы есімде Алтын домбыра ақындар айтысында Шынболаттың
термесе салып сөйле тілім алаңдама тартынба деп бір аш шумақтар айтқаныңыз есімізде. Ол таралып та жүрді. Сол бір отты өлеңдерден кейін өзіңізге бір хабарласып, өзіңізді бір қазіргі тілмен айтқанда допрос алғандар болды ма? Жоқ, ол менің бір 20 жасым ғой, 20-21 жасым. Албырттықпен айтылған шумақтар, ішінде оның бірақ артық ешқандай сөз жоқ. Осы елдің басындағы мұң, елдің жүрегіндегі жан айқай. Нақты дәлелденген нәрселерді ғана айттым ғой. Ондай болған жоқ. Енді әр айтысқа шыққан сайын өзіңіздің миссияңызды қанша пайызға орындап кетесіз? 50% шығар. Толық орындай алмайсың, уақытта жетпейді оның бәрін орындауға. Сосын әлі өлімнің де екінші тынысым ашылды деп айта алмаймын. Айтыс дамып кетті ғой. Оған жету үшін де біраз бізге дайындық керек, оқу керек, тоқу керек. Айтысқа көптеп шығу керек. 50% ғана өлімнің миссиямды орындаған шығармын. Ол тек бір айтыстардағы ғана, мен әлі бірақ айтыста ондай бір 50% дейтіндей әлі толық өнерімді көрсеткен жоқпын мен. Мүмкін алда ашылып, бір жақсы айтыстар болып, өлімді толық көрсетермін мүмкін. Ал енді жаңа әнге оралайық. Қазіргі енді ұрланған әнге сөз жазып жүрген болмаса, жаңағыдай ұйқасы жоқ, мағынасы жоқ, мәтіні жоқ әндер шығып кетті ғой. Енді соған өзіңіздің көзқарасыңызға ұрланған әнге сіз өзіңіз ән жазып көріп пе едіңіз, ән жазасыз ба оны? Иә, жазып көрдік қой, жаңа айтқан. Мен 2013 жылдан бері әнге сөз жазып келе жатырмын. Оның арасында жаңа ұрланғаны бар, сұрап алғаны бар. Ұрланған дегенде плагиат қой енді. Сұрап алған әндері бар, оны авторынан шетелдің. Бір әнге сөз жаздық. Қазір енді бірақ ұрлап алған әндерге сөз жазуды қойдым. Осы уақытқа дейін қанша әнге сөз жаздыңыз? Шамамен 150 әнге сөз жаздым. 150 ән. Өзіңіздің шығармашылық кешіңіз беру ойыңызда жоқ па? Жоқ. Ақтөбеде? Ойда жоқ ондай. Шынымен ғой. Енді күміс қаламның егер екеніңізді білеміз. Жалпы күміс қалам алғалы өміріңізде не өзгерді? Күміс қалам менің өмірімді емес, өнерімді өзгертті. Өнеріңізде? Иә, өйткені менің осы жазба поэзияда сәл де болса менің атым шығуына күміс қаламның үлкен орны бар. Соның арқасында оқырманға да біраз өлеңдерім таралды күміс қаламның арқасында. Өлімнің де атым шықты біраз. Сол менің өнерімді өзгертті деп сол үшін айтып тұрмын. Айтыста өзіңіздің сүйікті, енді футбол тілінде айтқаныңызда, бокстың тілінде айтатын болсақ, енді сүйікті қарсылас деген болады ғой. Айтыста да сүйікті қарсылас деген сияқты, ыңғайлы қарсылас деген сияқты. Өзіңіздің бір сүйікті қарсыласыңыз, айтыскеріңіз, оң жамбасыңызға келетін айтыскер ақындар, сол ақындар кімдер? Мен Аспанбекпен жақсы айтсам, Аспанбек ыңғайлы маған. Жеңгенге ме, айтысқанға ма? Айтысқанға ыңғайлы. Шұғайып Сезімхан маған ыңғайлы айтылуға. Еркебұлан Қайназаров маған ыңғайлы айтылуға. Рүстем Қайыртайұлы маған ыңғайлы. Ыңғайлы қарсылас көп маған. Ал енді өзіңіздің бір көңіліңізден шықпай қалған айтыстар бар ма? Көп қой болды. Ат деген, ай деген? Иә, бар. Хазірет Бердіханмен екі айтысым бар. Екеуі де мен үшін сәтті шықты деп ойлаймын өзім сол екі айтыс. Өйткені жаңа ыңғайлы қарсылас деген сияқты, ыңғайсыз қарсылас маған Хазірет Бердіхан дейтін бауырым. Керемет ақын ғой ол. Бірақ сол Хазірет бауырыммен менің айтысым шықпайды. Қалижан Білдаш дейтін ақын ағам бар, керемет ақын ол да, сұрапыл. Сол ағаммен де менің айтысым шықпайды. 2 рет, 3 рет айтылып көрдік. Бәрі тәтті шықты ғой. Ал өзіңіздің бір осы бір ақынмен бір айтысып көрсем ғой, осы ақынмен бір айтыссам екен деген, осы ақын жеңсем екен деген сияқты бір өзіңіздің айтыскер ақындар бар ма? Енді жеңсем екен дейтін мұрат жоқ. Бірақ Мұхтар Ниязовпен айтылып көргім келеді.
айтыспаған сол уақытқа дейін. айтылып көрген жоқпын. Бір-екі мүмкіндік болды, тәті болды айтылуға, бірақ өзім іштей сол жерде мен айтылпаймын деп бас тарттым, өйткені мен дайын болған жоқпын ол кезде. 2016 жылдар еді ғой. Мен де айтылып көргім келеді, енді ойлап жүрмін. Алдағы уақытта алтын домбыра болады, сол алтын домбыраға шақыртып алдыңыз ба? Негізі қатыламын биыл бұйырса. Өйткені кешегі де республикалық бөлімнің ауданда өткен айтылды, бас жүлде алдым ғой. Бас жүлде алған ақындар қатысады екен ғой оған. Менің де бағым бар екен, биыл қатыламын бұйырса. Асылтас қоғамдық қоры ұйымдастырып жүрген асыл домбыра ақындар айтыс бар. Сол бір асыл домбыраға сіз қателеспесем 2 жылда да қатыстыңыз, иә? Бір жылында ғана қатысып. Биылғысына қатысқан жоқпын, ғой деймін. Былтырғысына қатыстым. Жалпы қалай асыл домбыра? Асыл домбыра айтысы мен 2021 жылға асыл домбыраға қатыстым. 2022 жылға асыл домбыраны көрдім. Өте керемет жоба ғой енді ол. Дулат ағамызға Алла разы болсын, осындай біздің ақсүйек өнер айтысымызға қолдау көрсетіп, барынша дәріптеп жүрген. Қаншама жас таланттардың, жас бұлақтардың көзін ашты. Өзім де сол асыл домбырамен біраз жерге дейін бардым. Көп рахмет дейміз осы Асылтас қорының айналасында жүрген азамат жігіттерге. Алла разы болсын. Жалпы бағанағы айтып отырмыз ғой, жазба поэзияға көп көңіл бөлдім деп. Поэзия сізге қандай уақытта келеді? Күйінгеннен, көп сол мұңға майған кезде келеді ғой. Ойлар, шабыт демей қойын, сол ойлар маған келеді, мазалайды. Сосын сол өлеңге өзі айналады, ол мидың ішінде жүріп, жүректен шығып, мидың қазанында қайнап, өзі шығады, мен соны тек жазып үлгерем ғой. Майған кездерде бір нәрсеге көңілім толмай қалғанда, или біреуден бір сөз естігенде, өлең жайлы сөздер естігенде, бір дүниеден баз кешкен сәттерде өзі өлең туады. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деген Мұқағали атамыз. Сондай ғой. Достарыңызға реніш өлеңіңіз өте көп, баршылық. Шынымен достарыңызға қапалысыз ба, ренжулісіз ба? Жоқ, ешкім ренжімейді ғой. Сондай сәттер болады да. Бір көңілің қалады адамнан, досым деп жүрген адамнан көңілі қалады. Сол сәттердің бәрі өлең болып кете береді, әйтпесе өмір бойы оларға ренжіп өтпейсің ғой. Қайтадан араласып кетеміз. Бірақ ол өлең болып қалып қояды. Бірақ өмірде бәрі жақсы ғой. Өзіңіз жастайыңыздан, кіші кезден қандай ақынның өлеңдерін сусындап өстіңіз? Қай ақынның? Енді Абайдан бастап Қасым Мұқағали, Төлеген, Қадыр, Тұманбай. Жалпы образыңызға қарап тұрып, шаш үлгіңізге қарап тұрып, Мұқағалиға бір ұқсатасыз ба өзіңізді? Өзімді өзім ұқсатпаймын. Біреулер ұқсатады да, Мұқағалидың стилі екен деп. Бірақ стиль ұстанбаймын, өзі осындай. Өмірімде шаш өсіріп көрмеген, бір көрейін деген осындай болды ғой. Шығармашылық кеш жасау ойымда жоқ дедіңіз. Оған не себеп? Қаражат жоқ па, қаражат жетпей ме әлде оған өзіңіздің қаражат дейтін нәрсені дәрежеңіз әлі жеткен жоқ деп ойлайсыз ба? Мен қаражаттан гөрі дәреже жеткен жоқ менде. Өйткені менің алдымда қаншама адамдар бар әлі. Мені 2-3 орайтын, 10 орайтын адамдар, ақындар, ағалар бар. Олар кеш бере алмай жүр. Соларды көремін да, соны ойлаймын, маған әлі ерте шығар. Әйтпесе, ағалар бар, айтып жасауға болады ғой, ұйымдастыруға. Өлеңімді, қара өлеңімді, әндерімді, жақсы әндер, есті әндер, шамалы қорымды көбейтіп алғым келеді. Ал кітап жинағы әлі сізде шыққан жоқ, жыр жинағы? Мен 25 жасыма дейінгі өлеңдерімді, албырт өлеңдерімді бір шығарып қойдым, естелік болып қалсын деп. Шығарып қойғанда жоқ менде. Өтіп кетті бәрі. Енді 25-тен кейін, мен биыл 29-дамын ғой. Келесі жылы 30 жасымда тағы бір кітабымды шығарсам деген ой бар, жаңа өлеңдермен. Әр 5 жыл сайын
шығарып тұрсам деген ой ғой. Келесі жылы бұйырса бір кітап шығу керек қой. Енді өзіңіздің бір поэзияңызды біздің көрермендерге оқып берсеңіз. Менің шешем бар ғой. Көшеден мен жайлы әңгімелер естіп кетті маған. Сен неге үйтесің, сен неге бүйтесің деп маған кейді ғой. Соны өлең қылып тастағам ғой. Соны оқып берейін. Апа, неге күрсіндің, күңірендің? Сен түңілсең, мен дағы түңілермін. Өсектерден өзегің өртенбесін, сол ғой тәтті тірлігі тірілердің. Жорғалығым жақпайды есектерге, ту сыртымнан тас атып кесектеуде. Өкпелеме мен жайлы өсектерге, өсек деген өткінші жаңбырдай ғой. Өтер, кетер, ешкімге есеп берме. Жаңбырында бұршағын ағылпасын, сүйіп өтем даламның тауын тасын. Ауыздарда жүрмін ғой аңыз болып, жүрегіңді несіне ауыртасың. Жазғым жоқ, білесің апа мені. Жазғаным сол туған жер отан еді. Ару анам-ау мұңайма бәрін көтереді. Ботаңның жота белі. Қайғырмаймын, соңымнан өсе керсін. Күншілдерді құдайым кеше көрсін. Өмірдің гүлі өсек деуші едің ғой, апа, гүлдер жайқалып өсе берсін. Ай, бәрекелді, рахмет көп-көп. Бүгінгі біздің шақыртуымызды қабыл алып, сұхбатымызға келгеніңізге көп-көп алғысымызды білдіреміз. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай қонақты шақырайық, оны пікірге қалдырыңыздар, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.